3 класс қызметкері жабық камера есігінің алдында тұр. Олардың бірі шелек пен швабра ұстап тұрған, бірақ үшеуі де жүйкелері шытырман болып, алға басуға қорқып тұрды. Артыларында тұрған күзетші олардың бірін мылтығының ұңғысымен итеріп жіберді, және олар камера есігіне қарай жүре бастады. Үшеуі де ауыр, құлыпталған металл есікке мазасыздана қарап тұрды. Ішінен тастың металға ысқылануы естілді. Есік жанында тұрған екінші күзетші үшеуінен дайын екендіктерін сұрады. Олар жауап бермеді, және күзетші күліп жіберді. Олар ешқашан дайын болмайды. Күзетші дауыстап хабарлады: арнайы ұстау рәсімдері қазір басталады. Ережелерді білесіздер. Екеуіңіз көзбен бақылауды үздіксіз жалғастырасыздар, ал үшіншіңіз тазалайды. Жыпылықтасаңыз, бір көзбен жыпылықтаңыз. Және тіпті бір көзді жұмар алдында барлығы білетіндей хабарлаңыз. Күзетші бұрылып есік жанындағы пернетақтаға код тере бастады. Кластардың әрқайсысы бірнеше рет қатты жыпылықтады, екі көзді бірден жұмудың соңғы мүмкіндігін пайдаланды. Қатты ысқырған дыбыспен герметикалық камера есігі ашылды. Жарайды, көздеріңді ашыңдар деп бұйырды күзетші. Есік ашылып, кішкентай, аз жарықтандырылған камераны ашты. Жиһаз жоқ еді, металл еден мен қабырғалардың көп бөлігі қызыл қоңыр заттармен жабылған болатын. Және сонда бұрышта олар туралы әңгімелер мен қауесеттер естіген нәрсе тұрды. Олар камераға кіруі керек екенін білгеннен бері түстерінде мазалаған нәрсе. SCP-173. Немесе қор қызметкерлерінің көпшілігі оны атайтындай. Мүсін. Ол өзімен бетпе-бет келгенде өте қарапайым болып көрінді. Тек ақмақ қылып боялған бетімен бетон мүсін бұрышта қозғалмай тұр. 3 класс күзетшіден тағы бір итеріс алды, және камераға кірді. SCP-173-ті бақылауға тағайындалған екеуі бөлменің ортасына орналасып, мүсіннен көздерін алмады, ал үшіншісі лас заттарды едендер мен қабырғалардан тазалай бастады. Иіс жаман еді, ескі қан мен адам қалдықтарының қоспасы сияқты. Алайда 173-ті бақылауға тағайындалған екеуі тазалаушыға мән бермеді. Олар хаттамаға қатаң сәйкес жыпылықтар алдында хабарлап отырды, тіпті бір көз болса да. Үшіншісі тазалауды жалғастырды, мүсіннен көзін алмай, оған тым жақын бармай шваброны айналдыруға тырысты. T-5933 өз жұмысын жасады, және SCP-173-тен көзін алмады. Ол қозғалмаса да, ерлің мүсіннің ішінде бірдеңе барын сезді, тек бір сәтке көзін алуын күтіп тұрған бірдеңе. Олар тек осы ғана керек дейді. Бір сәтке қараудан жалтарсаң, бәрі бітті. Тамырларынан өтіп жатқан қорқыныш арасында назарды сақтау қиын болды. Ойлайтыны тек көзінің қаншалықты құрғап кеткені, және бір көзбен жыпылықтау жеткіліксіздей сезілді. Ол көздерін жұмғысы келді, қышыма мен құрғаған сезімді тоқтатқысы келді, бірақ мүмкін емес еді. Тіпті басқа бақылаушы болса да, бұл тым қауіпті еді. Кенеттен қатты шарт етті, бірақ 5933 көзін 173-тен алмады. Перифериялық көзімен екінші кластың шваброны түсіріп алып, инстинктивті түрде оған қарағанын көрді. Бақытына орай, басқалар бақылап тұрды. T-5933 орнынан ауысып, бір адым артқа шегінді және бірдеңеге соқты. Ол неге соқтырғанын қарай алмады, бірақ артына қолын созып, бұл екінші класс бақылаушы екенін сезді. Бірақ күте тұрыңыз, ол неге бері қарап тұр? Не істеп жатырсың, не болып жатыр деп сұрады ол, көздерін SCP-173-тен алмай. Не туралы айтып жатырсың деп жауап берді екінші класс. Сен дұрыс емес жаққа қарап тұрсың. Мен дұрыс емес жаққа қарап тұрмын. Сен дұрыс емес жаққа қарап тұрсың. Біз 173-ті бақылауымыз керек. Сен нені бақылап тұрсың? Мен 173-ті бақылап тұрмын. Сен нені бақылап тұрсың? T-5933 не болып жатқанын түсінбей үрейленді. Тазалаушы өз жұмысына шоғырланып, камераның әсіресе лас бұрышын тез тазалауға тырысты. Бұл T-5933 естігісі келмеген ең жаман дыбыс еді. Апчхи. Тұмсау дәл басының артынан бірнеше сантиметр жерден. Артынан сүйектердің сытырлауы, тым тез үзілген айқай, содан кейін денені жерге тастаған жаман дыбыс естілді. T-5933 айқайлауға да үлгермеді, бетон қолдар мойнынан ұстады, және оның басы 180 градусқа бұрылып, артына қараған тағы бір мүсінге тірелді. Кеңес мүшелері, бізде мәселе бар.
Аға зерттеуші бес кеңесіне презентация жасап тұрды. Олар көлеңкеде отырып, жеке басында бұл жаман жаңаға реакцияларында жасырды. SCP-173 әлі анықталмаған тәсілдермен көбейді. Үлкен доғал үстел айналасында отырған 13 адамның ешқайсысы реакция білдірмеді. SCP-173-ке жауапты зерттеуші жауап күтті. Бірдеңе болса да, бірақ ештеңе алмаған соң тамағын кенеп жалғастырды. Жаңа даналарға өз белгілерін бердік. SCP-173-1 және SCP-173-2. 173-тің камерасын тазалау кезіндегі бақылаушы кластардың екеуі қаза болды. Үшіншісі екеуінде көз алдында ұстай алды. Оларды қайта ұстауға және бөлек камераларға орналастыруға үлгерді. Тағы да көлеңкеден ешбір реакция жоқ. Бірақ білетіндеріңіздей бұл соңы болмады. Бір кезде SCP-173 даналары тағы көбейді. Әр қайсысы тағы бір данаға бөлінді. SCP-173 1-ден 4-ке дейін барлығы бөлік ұсталып жатыр, бірақ тағы бір бөліну болатынын немесе болмайтынын білмейміз. Аға зерттеуші күтті, бірақ бес кеңесінен ешкім сөйлемеді немесе қозғалмады, тек ортада отырған адам үстел үстінде бір парақ қағаз сырғытты. Аға зерттеуші шатасқандай болды. Есік жанында тұрған жылжымалы жасақ күзетшісіне қарады, бірақ ол да бейнесіз, тік алға қарап тұрды. Зерттеуші не істерін білмей, трибунадан ұзап үстелге жақындады. Қағазды алып оқыды. Нысан класы Евклидтен кетерге жоғарылату. Бұйрық бақылауды жалғастыру. Аға зерттеуші басын изеп, бес кеңесіне уақыт берген үшін алғыс айтты және бөлмеден шықты. 19 нысанның дәліздерінде шамдар жанып, сигналдар ойнады. Бұл ұстауды бұзу еді. Нысан қызметкерлері, зерттеушілер және күзетшілер дәліздерде айқайласып жүгірді, қашуға тырысты. Бірақ олардың ешқайсысына үміт жоқ еді. Бір сәтте SCP-173 даналары артыларынан пайда болып, мойындарын сындырып, жерге жығып, келесі құрбанға ауысты. Ондағандары болуы керек. Тіпті күзетші бір данаға көзін тігіп, оны қозғалтпауға тырысқанда артынан тағы бірі пайда болды. 19 нысан қызметкерлері жандарын аман алып қалу үшін айқайлай қашты, кімнен де болсын көмек сұрады. Аға зерттеуші бейнені тоқтатты. Соңғы презентацияны жасаған аға зерттеушінің үрейлі бейнесі экранда қатып қалды. SCP-173 данасы тікелей артында тұрды. Өмірі сөнер сәтінің бір сәті алдында мойнын ұстап тұрды. Презентация жасап тұрған жаңа зерттеуші өзіне дейінгіден айтарлықтай бүлінгендей көрінді. Ол бес кеңесіне 19 нысандағы осы үрейлі ұстауды бұзудан кейін кем дегенде 61 SCP-173 данасының табылмай қалғанын түсіндірді. Олардың қалай көбейтіп жатқандығы әлі белгісіз, бірақ алаңдарлықтай процесс жылдамдап жатқанының дәлелдері бар. Ол қауіпсіздік жазбасынан жаңа клипті ойнатты. Бірнеше 173 данасы бірлесіп жұмыс жасайды. Кейбіреулері шығу жолдарын бөгейді, басқалары дәлізде тығырыққа салу нүктелері жасайды. Біз SCP-173 енді жалпы даналарды осылай атаймыз, ұжымдық интеллектке ие болуы мүмкін деп болжадық. Сондай-ақ бұл интеллект жақын жердегі даналар санымен бірге өсетін сияқты. Бұл олардың ұстау жасақтарымызды тиімді бейтараптандыратын тактиканы жүзеге асыруына мүмкіндік берді. Алдарыңызда қайта қаралған арнайы ұстау рәсімдері ұсынысы бар. Менің ұсынысым өте қатаң болып естілуі мүмкін, бірақ бұл шынымен де осы қауіпті ұстаудың жалғыз жолы деп санаймын. Бес кеңесінің әрбір мүшесі алдарындағы папканы алып, оларды жасыратын көлеңкеге алып кірді. Менің ұсынысым SCP-173 даналарын бұдан әрі ұстау камераларында емес, пішіні сәйкес келетін металл контейнерлерге орналастыру. Содан кейін даналарды ай бетіндегі қор нысанына тасымалдау үшін SCP-120-ны қолдана аламыз. Нысанды тастап кету керек болады, өйткені онда болу тым қауіпті, бірақ әрбір данаға бақылау жетектегіші тағылады. Егер олардың кез келгені қашып кетсе, анықтай алатынымызға кепілдік береді. Аға зерттеуші күтті. Біраз уақыттан кейін үстел үстінде тағы бір қағаз сырғытылды. Ол жақындап алды, бұл оның қайта қаралған арнайы ұстау рәсімдері ұсынысы бар папка екен. Ашып қарады, бекітілді деген мөр басылыпты. Соңғы жаңалықтар экранда жыпылықтады. Алаңдаулы журналист шашы мен макияжын жасауға үлгермей эфир алдына шықты. Ол соңғы 48 сағатта Солтүстік Америкадағы азаматтық шығындардың 500,000-нан астам адамға жеткенін түсіндірді. Бұл бейтаныс жандықтар өлтіре берді.
Олардың санын анықтау мүмкін емес, бірақ көруге ие орындардың саны 100-ден, тіпті 1000-нан, тіпті 10 000-нан астам болуы мүмкін екенін болжатты. Журналист жантықпен көзбе-көз қарасу арқылы оны тоқтатуға болады деген қауесеттер таралып жатқанын, бірақ бұл әлі расталмағанын түсіндірді. Ақ үйден немесе Конгресс мүшелерінен ресми мәлімдеме жоқ. Олардың орны мен жағдайы Вашингтон округі Колумбияның жантықтар басып алғаны туралы хабарлардан кейін белгісіз. Журналист кенеттен сөзін тоқтатты, бетіне үрей шықты, көздері экран сыртында бір нәрсеге тіктелді. Камера айналып, өлі оператордың үстінде тұрған SCP-173 данасын көрсетті. Бір айқай естілді, камера тағы журналистке ауысты, ол енді жазу үстелінде жатты, басы 180 градусқа бұрылған. Содан кейін тағы бір сүйек сытырлауы естілді, және трансляция өшті. Қор зерттеушісінің халатын киген әйел қауіпсіз бункерде компьютер терминалының алдында отыр. Мойнында үлкен, зергерлік медальон уақыт жоқтай тездетіп теруде. Доктор Брайттың жеке күнделігі. Жинай алған аздаған жаңалықтарға қарағанда, SCP-173 соңғы 24 сағатта 4 қор нысанын бір мезгілде қоршап, жойған сияқты. Әрбір данасы бастапқысындай күшті, мыңдаған болып жұмыс жасайтындары бетон бункерлерді жыртып, 10 сантиметрлік болат есіктерді ашуға қабілетті. Мен жалғыз өзім соңғы апта ішінде 37 рет өлдім. Олар мені қандай денеде болсам да иісі арқылы табады. Қалғаны 5 тердің көпшілігінің шешімі, бұл кісі класты дүниенің аяқталу сценарийі, олар мәселені шешеді, немесе орыстар шешеді. Олар бұл базаны тастап кетіп жатыр, демек жаңа дүниеде бірде-бір қор ғалымы қалмайды. Тірі қалған азаматтарды эвакуациялауға тырысамыз дейді, бірақ күмәнімін. Бүкіл солтүстік Америкада жүздеген адамнан артық болуы мүмкін емес. Мен бір қауіпсіз бункерге түсіп алдым, бірақ олардың кіруіне қанша уақыт кететінін білмеймін. Шыға алмаймын деп ойлаймын. Тамағым таусылып барады, мені не алады, аштық па, мүсіндер ме, әлде 5 тердің сөзсіз жасайтынын білетін нәрсесі ме? Доктор Брайт компьютер терминалын жауып, орындыққа арқасын тіреді. Қалың қабырғалар арқылы тастың металға ысқылануы естілетін бункер төбесіне қарады. Сарғайған, шаршаған зерттеуші Амстердамнан тыс жерде құрылған уақытша қор нысанындағы бөлмеден шықты. Қолында бір парақ қағаз бар, артына жауып шыққан есіктің сыртына, 5 кеңесі тек рұқсаты барлар кіре алады деп ұйқы-түйқы бояу жазылған. Кішкентай қор қызметкерлері тобы оны күтіп тұр, жоғары бақылаушылардың осы дүниенің аяқталу апаты алдында не шешкенін білуге жиналған. Зерттеуші бір-бірлеп коллегаларының бетіне қарады. Олармен көзі кездескенде, бастарындағы үміт жылдам алда тұрған жаман жаңаға айналды. Ол оқи бастады. Қайта қаралған арнайы ұстау рәсімдері. Бір ұстау аймағы, бұрынғы солтүстік және оңтүстік Америка кіруге тыйым салынады. Ядролық бомбалаудан кейін SCP-173 даналарының саны азайтылды. Барлық қолжетімді қор ресурстары бір ұстау аймағының тұтастығын қамтамасыз ету үшін мұхитты бақылауға бағытталады. Ұлттық теңіз флоттарынан қор серіктестері тәулік бойы патрульдер мен сонар тексерулер жүргізеді. Анықталған даналар ұсталып, ай ұстау нысанына тасымалдау үшін SCP-120-ға жіберіледі. Бәрі осы ма деп сұрады қызметкерлердің бірі. Бәрі осы деп жауап берді зерттеуші. Бірнеше адам жылай бастады. Олар ештеңе жасай алмайды. Олардың үйлері, достары, отбасылары барлығы кетті. Мойын сындыратын мүсіндерден немесе ядролық жарылыстан қаза болды. Неге олай жасауы керек болды деп сұрады бір қызметкер. Басқа жол жоқ еді деп дауласты екіншісі. Кішкентай топта шу болды. Бірақ олардың сезімдері маңызды болмасын, бұл 5 кеңесінің ресми бұйрығы, олардың сөзі заң. Әсіресе қордан тыс барлық заң тәртібі ыдыраған дүниеде. Шынымен басқа жол жоқ еді. Тек 2 континенттің құрбандығы ұстауды қамтамасыз ету үшін жеткілікті болғанына үміттену ғана қалды. SCP-173 мұхиттан өте алмайды деп, Еуропадан бері қарай олар қауіпсіз деп. Топ тыншып, бұрынғы дүниені жоқтайды. Бірден дәлізде жүгіріп келе жатқан біреудің дыбысы тынышты бұзды. Бұл қолында бір парақ қағаз ұстаған тағы бір зерттеуші еді. Ол жолын кесіп тұрған топты итере 5 кеңесінің есігіне өтуге тырысты. Өту керектігін, кідіруге болмайтын маңызды жаңалығы барын айтты. Не болды деп талап етті топ. Бізде білуге хақымыз бар.
Топ қағазды кіші зерттеушіден тартып алды. Ол қол арқылы қайта қаралған арнайы ұстау рәсімдерін оқыған сол адамға жетті. Ол жылдам оқыды, тек бірнеше жол ғана, және бетінен қан қашты. «Не бар онда, не жазылған?» деп сұрады топтан дауыс. Солтүстік Атлант теңіз жалпы командасынан хабар. Ұлыбританиядағы SCP-173-тің расталған байқауы ядролық бомбалауға рұқсат берілді және орындалды. Тірі қалғандар жоқ. SCP-173 олардың жанына жетті. Осы SCP-173 қайта қаралған жазбасы SCP қор оқиғасының арнайы зерттеуін ұнаттыңыз деп үміттенемін. Комментарийлерде осы сияқты тағы материалдар көргіңіз келетінін айтыңыз және жазылуды ұмытпаңыз.